Миндальный бисквитті дайындауға бізге керекті өнімдер құралы осындай миндальная мука керек болады. Бұны кондитерлік өнімдер сататын дүкеннен таба аласыздар. Миндальный муканы таппаған жағдайда кукурузный крахмалымен алмастыруға болады, бірақ барынша миндальный муканы табуға тырысыңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа жұмыртқаны салып, миксермен араластырып аламыз. Араластыра отыра қантты да біртіндеп жұмыртқаға салып отырамыз. Бәрін бірден салуға болмайды. Біртіндеп саламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып болғаннан соң ұнды саламыз. Мен алдын ала қамырға қамыр қопсытқышты салып араластырдым. Сіздер де солай жасаңыздар. Содан кейін барып миндальный мукамызды саламыз. Енді ұзақ араластырудың керегі жоқ. Силиконды күрекшемен араластырса болады, тек қамыр біркелкі болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай қамыр болу керек. Алдын ала дайындалған формаға осылай қамырымызды салып, 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Қандай формада пісірсеңіз де мұның маңыздылығы жоқ, себебі ол трайфл болғандықтан кейін қамыр піскеннен кейін біз оны ұсақтайтын боламыз. Бисквитіміз піскенше енді Рафаэлло кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки керек, творожный сыр керек, қант ұнтағы керек және кокосовый стружка керек. Қант ұнтағын сливки менен миксердің жоғарғы жылдамдығында араластырамыз. Бір келкі болған қоспаға енді творожный сырды салып араластырамыз. Кокосовый стружканы салып араластырамыз. Дайын Рафаэлло кремін осындай кондитерлік қапшыққа салып дайындап аламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Өте жұмсақ. Енді осыны алып қолымызбен үгітеміз. Енді мен трайфлдарды осындай ыдыста жасайтын боламын. Yans.kz сайтында трайфлдарға арналған осындай бір жолға пайдалануға ыдыстарды таба аласыздар. Бірақ мен бүгін осындай ыдыста жасайтын боламын. Алдымен қамырды алып ыдыстарға салып шығамыз. Үстіне кремдерді салып шығамыз. Кремнің үстіне қайтадан қамырынан салып шығамыз. Үстінен тағы да кремді жағып шығамыз. Ендігі жерде тағы бір мәрте осылай қайталап шығамыз. Қамырын салып, үстіне кремді жағып, бетін тегістеп, тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Шоколадты ганашты жасау үшін бізге осындай жылытылған сливки керек. Оның үстіне ақ шоколадты салып ерітеміз. Міне бізде осындай ганаш шықты. Енді оны суытамыз. Тоңазытқышта тұрған трайфлдарды шығарып, шоколадты ганашты осылай үстіне құйып шығамыз. Бәріне ганашты құйып болғаннан соң трайфлдарды тоңазытқышқа кемінде 30 минутта қойып қоямыз. Ганаш қатуы үшін. Кейіннен дайын болған трайфлды өзіңіз қалағаныңызша Рафаэлломен немесе жай ғана кокос стружкасын сеуіп әсем